Пайғамбардың әйелдері, соның ішіне келетін болсам, өзіміздің Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жалпы 60 жыл ғұмырында 11 әйел алған екен. Соның ішінде көз тірісінде 2-еуі қайтады, қайтыс болып, 9-ы жесір қалады. Енді осы жерде кішкене бір сұрақ туындайды, қалайша 11 әйел алған, шариғат бойынша 4 емес пе деп. Енді біріншіден 2 сұрақ жауап бар, бұл жерде 2 жауап, 2 түрлі. Статусына байланысты дейді, пайғамбарлық статусына байланысты 11 әйел болады деп. Сонымен бірге бұл уақытқа дейін Құранды білесіздер, 13-23 жыл бойы жазылған. Сол уақытқа дейін Құранға түспеген екен, шариғатқа 4 әйел алыңдар деп. Сол себептен де 11 әйел алған дейді. Енді арада келетін болсақ, сол 11 әйелдің ішінде біреуін ғана қыздай алған, бұның тұрмыста болмаған, қалған 10 әйелі бұның тұрмыста болған, балалы шағалы. Енді жаңа 2-еуі құлдықта болған, 2-еуі еврей ұлтынан болған, біреуі өзінің жиені, бір жағынан асырап алған ұлының әйелі болған, ажырасқаннан кейін өзі алады. Жалпы келетін болсақ, бірінші әйелінен бастайтын болсақ, бірінші әйелі Хадиша, өзінен 15 жас үлкен. Пайғамбардан, пайғамбар сол уақытта 25 жаста болады. Хадиша оған дейін 2 рет тұрмыста болып, күйеуі қайтыс болып, 3 баласы болады. Бай дәулетті, саудамен айналысады сол уақытта. Сол сауданың жолықтардың бірінде көріп, қызығып, ұнатып, өзінің сіңлісі арқылы сөз салады, жаңағы үйленейік деп. Сонымен 2-еуі отау құрады. Сол 2-еуі 25 жыл тұрады бірге. Хадиша 65 жасында қайтыс болып, пайғамбарымызды сол уақытта уже 50-ге тақақ болады, 50-ге келеді. Оған дейін бұл екінші әйел деген сөз болмайды бұл жерде. Сол уақыттан кейін где-то 3-4 жыл бойдақ жүріп, пайғамбарымыз одан кейін бар өзіне тағы да үлкендеу, Саудаға үйленеді. Сауданың өзі 2-3 жас үлкен болады бұл кісіден, пайғамбарымыздан. Оның да күйеуі қайтқан, Сауданы алады. Одан кейін біраз жыл өткесін тағы да Айшаға үйленеді. Айшаның өзі де сол жаңағы қыздай алады, бұрын тұрмыста болмаған өзінің досының қызы. Бір жағынан Айша сол уақытта 10 жаста болады. Яғни сол уақыттың өзінде, бұрынғы уақытта да 10 жаста қызға тұрмысқа шығу норма болады. Енді жалпы бұл үшеуі де Меккеде үйленеді, 3 әйелге де. Ары қарай жалғасы болады бұйырса. Сол тіркеліп отырыңыздар каналға, ұнап жатса лайк басып, ары қарай жалғасы болады. Рахмет.